Екінші сынып қазақ тілі 91 сабақ. Жалқы есім мен жалпы есім. Зат есімнің жалқы және жалпы түрлерін ажыратуды үйренемін. Өлеңдегі негізгі ойды анықтаймын. Бүгінгі сабақтың мақсаты балалар бұл бізде. 27-ші жаттығу. Суреттерге қара, олардың астындағы сөздерді оқы. Айна, айна, алма, алма. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші, бірі үлкен әріппен жазылған. Оның себебі неде деп ойлайсың? Өзің қорытынды жасап көр, оны келесі беттегі мәліметпен салыстыр. Яғни балалар, бұл жерде адамның аты бас әріппен, ал жемістердің аты кішкентай әріппен, және құрылғының аты кішкентай әріппен жазылып тұр. Адамның аты бас әріппен жазылады балалар. Кісінің аты жөні, жер, су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, әсел, алматы, іле, құтжол. 28-ші жаттығу. 28-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Бекен, төкен, тете екен. Тете үлкені бекен екен. Әбдібай табылды. Жалқы есімдердің астын сыз. Бұл жерде бекен, төкен. 29-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Жанат, Манат екеуі киім-кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп сен көренді. Сұлтан Қалиұлы. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Бұл жерде балалардың түрлі өнері бар екені туралы айтылған. Жалқы есімдерді тап. Жалқы есімдер балалар бас әріппен жазылған сөздер көбінесе, және де адамның аттары. Марат, Қанат, Таңат, Талап, Самат, Сағат, Жанат, Манат. Шығармашылық үзіліс. 30-шы жаттығу. Берілген сөздердің бір әріпін алып тастап, жаңа сөз жаса. Бата. Бұл жерде бұны алып тастап ата. Әсел. Ән алып тастаймыз сел. Емен. Ен алып тастаймыз мен деген сөз шығады. Қаша. Бұл жерде қаш деген сөз шығады. Ажар. Жар деген сөз шығады. Сан. Асан. Сан деген сөз шығады.